Атамыз Зайырлы Малғаждар Ұлы Отан соғысының ардагері. Ол 1923 жылдың 5 наурызында Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданына қарасты Қамысты фермасының жоғарғы жағында мөлшермен 5 шақырым жерде орналасқан Зайыр қыстауында дүниеге келген. 1942 жылдың қаңтар айында соғысқа шақырылып, Аягөз станциясында жасақталған 310-шы атқыштар полкінде жауынгерлік және саяси дайындықтан өтеді. Бір айдан кейін, яғни 1942 жылдың ақпанында Мәскеудің қасында Фомина, қазіргі Наро-Фоменск қаласында орналасқан 108-ші атқыштар дивизиясының 444-ші атқыштар полкына атқыш болып түседі. Бөлімше командирі сержант атағын алады. Қан майданның ортасында жүрген атамыз қаһарман батыр Төлеген Тоқтаровпен қалай кездескені жайында әңгімелеп берген. 1943 жылдың қазан айында жарақат алып, 553-ші госпитальге түсіп, жазылғаннан кейін 115-ші жеке атқыштар бригадасына ауысады. 1944 жылы 29 маусымда снарядтың жарылысынан қатты жарақат алып, нөмірі 36-да 40 эвакуациялық госпитальге түседі. Госпитальда сол жылдың 7 қыркүйегіне дейін емделіп, соғысқа жарамсыз болғандықтан елге қайтарылады. Снарядтың жарқыншағы жүрекке жақын тигендіктен ота жасап алу қауіпті болған. Кейін елге оралғанда ол жарқыншақ жылдар өте келе қолтығының астынан тесіп шығыпты. Аталмыш жарқыншақ қазір біздің қолымызда. Арнайы сараптама жасатып, арнайы құжатпен бекітіп алсақ па деген ойымыз бар. Ерлігімен көзге түскен атамыз сол кездері 2-ші дәрежелі даңқ орденімен және көптеген медальдармен марапатталады. Соғыстан кейін совхозда зейнеткерлікке дейін еңбек етті. Қамысты фермасында есепші, қойшы болды. Еңбегі еленіп, көптеген марапаттарға ие болып, төсіне бірқатар медальдар тағылды. Сонымен қатар жеңістің мерейтойлық медальдары да сақталған. Ел ішінде атамыз өзінің кірпияз тазалығымен аты шығып, Чақай сері аталып еді. Сол кездері құрдастары мен замандастарының бедел абыройына ие болған. Еңбектенуге келгенде алдына жан салмайтын, ауыртпашылықтан қорықпайтын, еш нәрсеге мойымайтын қатал жан көрінгенімен әзілге жуық ақ көңіл адам болатын. Әсіресе соғыс туралы сұрағанымызда оның бетін әрі қылсын, біз кешкен, біз көрген қанды қырғынды сендер көрмеңдер, болашақтарың жарқын болсын деп отыратын. Біз атамыз барда, кішкентай болсақ та, кейіннен атамыздың қандай адам болғандығын үлкендерден естігенімізде ішімізде үлкен мақтаныш ұялап, өзіміздің тегіміз Малғаждар болғанына қуанатынбыз. Атамыздың Сайболат ұрпақтарына үлгі болып, оның соғыстарға ерлік жолдарының кейінгі ұрпаққа естелік ретінде болса да қалғаны, артында қалған ұрпақтарының тағзым етер алып тұлғасына айналғаны біз үшін зор мәртебе. Атамыздың атын ұмытпай, оның кім болғаны айтып отырар ұрпағы бар. Малғаждар есімі ешқашан ұмытылмақ емес.